болғанша басың қайтып ұрмай. Күні бойы тақылдатасың да отырасың, тақылдатасың да отырасың. Сен ақ шаршамайды екенсің. Ау, меңірең ау, ең болмаса ауылдың амандығын сұрамайсың. Ішің жарылып келгенде, мына құлағыңды ұрай. Ха, меңірең, ең болса ердің қимылдатып қойды. Құдай біледі. Шешең саған тоғылатқанда, сақау біреудің сарықты жегені. Сен біздің қатынды білесің ғой. Оның оң жаққа жүріп, 4 жылдық түскі тапқан 4 қыл баласы 4 қыл баянта білетін шығасың. Оның ең болмаса бала қорқытатын ызғары бар. Ортаншым Алшынбекті білетін бе едің? Әне, сол еді ғой өзіме тартқан айналайын. Үй түгілі ел ұстайтын алтын азамат еді ғой. Балалар айтып келетін. Әлгі Тасқараның төкені. Тасқараның төкенші есеп шығарғанда содан көшіріп алады деп. Сөйткен майқылақ төкен бүгінде сап қол дәректірі. Сол үйге келін, әлгі әртіс қыздар киетін жылтырлақ матадан іш киім тігіп алыпты дейді. Төкене кеш, төкенге дейін сапқоз билегенде менің мына Алшынбек жаным дүркіретіп отырып, аудан билемес пейді, я. Меңіреу, тіл қатсаңшы. Меңіреу. Құдайға да жақсы керек қой. Соны мына маңдайымызда сидырмады ғой. Қойш сен. Адам деп сөз айтсақ қой. Соғыста басын. Аман қалған ер азаматтардың бәрі елге қайтты. Жалғыз тілеп ал жанынан еш хабар жоқ. Күлте сақал күдерге айтқызсам, Алтынбек және екеуі оқуға келгенде суды аяғады. Сүйегі асыл кісінің оны ұстанымаушы еді. Ол жерде еті пысық, көзі ашық жігіттердің бәрін алып қалып, ауылға қайтқандардың бәрі өңшеп қолдарға түк келмейтіндер деп қой. Мұртты шалдың өзі. Осы жерге күнде келіп, бірдеңе айтып кететін құдасы. Күдері бәлеңді білмейтін жоқ ай. Солай болса, солай ақ болсын. Шалау, жалбасынан қарайған 3-4 қара көрінеді. Ювал жүрген бұл не ақ қой? Сіздер бұл жан емес пе? бір жола көшерізгені ме? Баяғыда, аталарымызда, жеті ұлынан айырылғанда, осылай домбыра жасап, домбыраға мұңын шағып, зарын төкті дейтін еді ғой. Сонда, мына домбыра да, сол бебеу күйді тартып, біздің де ұрпақсыз қалғанымызды айтқалы тұрма?
құлап ұшқан қырғауыл, бозым кедей боздайын, шарлай ұшқан боз торғай, солайдар деп қояйын. Ақсұңқар құс сарлайды, бауырынан өлсе баласа, тебіренбес сабырлым, падишадай әмірлім, бәйтеректей тамырлым, қоңыраулы дауыстым. Есіктен алды қасқайын, жапырағын басқайын, жалында қалған жеделер, жоқтаусыз қалай тастайын. Үлкен күрет ау шанырақ, қанырақ қалғау қонырақ. Амансыңдар ма? Төбе қазанда қасайыр болсын. Арты жақсы. Ой, бесіктегі баламды ұмыттың. Күйеу жігітпен екеуміз. Мынау құлқынан әлі шықпаған жаман екеуіне қара болсын деп алып келдім. Мырза Құдайдың ырқымы түсіп, ерке қыз құрсақ көтеріп жатса, бұл әлі бесігін тербетер. Төрінде ұстаймын десең де, есігінде ұстаймын десең де, өздерім. Бас ауырар, балтырсыздар дегендей, қастарында өзіміз болмағанмен, өзіміз болсын. Мынау ерке қыз, кішкентайына тігіп әкелген көйлегім. Ал, сау. Амаш, кеш. Сәт, жаман еме, тәуба етім. Ассалаумағалейкум. Баланың бауы берік болсын. Атын кім деп қойдыңдар? Әлі атын қоймадық. Осы кезге дейін кім деп бердіңдер? Сол жаман неме не дейтін жаман неме дей саламыз. Жаман емес несі? Атын жақсылық қой бер. Апырай, өзді бұндай ат болмап еді. Алтымызда тұяқ болып қалама дептім. Аты тұяқ болсын. Әй, күшік, сенің атын Тұяқ. Естідің бе? Тұяқ, Тұяқ, Тұяқ. Сүйкен тұяқ жан деші. Құдайға шүкір, ел қатарлық елен түсірдім. Осы қызықты кемпірдің көрмей кеткені болмаса, досының артынан қара ергенін көрсем, өте бабасының бебе күйін тартқанын көрсем, арманым жоқ. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samed. Lam yalid ve lam yulad ve lam yakul lahu kufuwan ahad. Bir gece özüm de үйде отырмайтын кезасын шайдым. Сондағы баратыным сенің құрым жапан екен ғой. Бүгінде үндемес құрдасым да, сабырлы Зейнеп те, пыс-пыс етіп, көріп те, бәрі жым-жылас. Немерең дүниеге келді деп, сүйін сұрай барғанымда, орныңнан тұра алмадың ау, жарық қызым ау. Әй, айналып толғанып, ас үстіне түсетін тұяқтың да көшіп кеткені, мұна мені де қынжылтады.
Бірақ мөлдіреген жас келіншегі мен бала шақа сәбиін қайдан ғана айдалаға тастап кетсін. Сияқжан әкесінің басын қарайтамын деген уәдесін ұмытып кеткен жоқ па екен? Я Аллах, аң екеш шаңның өзі анасына еріп, атасының айтқанына бауыр емес пе? Сонда біз соғырлы болмадық па? Я Аллах, адамгершіліктің жолы неткен тар, адамшылықтың жолы неткен кең. Мына келе жатқан Сияқшы, мен осы желеңнің артына барайын. Келіп қалса алдына шығамын. Байевтың бір шоқ жиде повесі бойынша сахналық қойылым. Рөлдерді сомдағандар: Тілеуқар, Әнуар Сержан, Күдері, Әлиұлы Омар, Тілеуқаттың кемпірі Зейнеп, Әуезхан Жанерке, Жану, Түркістан Арнар, ауыл қариялары Қасымбай Хамза, Әкімхан Бекназар.